Бүгін қырыққабат өнімінің пайдалы қасиеттерімен танысамыз. Қырыққабат ағзаны витаминдермен байытады. Басқа қоректік заттардың тапшылығын толтырады. Сол арқылы иммунитетті нығайтады. Өнімді үнемі қолдану қатерлі ісік қаупін азайтады. Жүректің жұмысына жағымды әсер етеді. Қан айналымын жақсартады және холестерин деңгейін қалпына келтіреді. Ағзадағы артық сұйықтықты, қалдықтарды және токсиндерді кетіреді. Ішек микрофлорасын қалпына келтіріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Қырыққабат ауыз қуысына пайдалы. Қызыл иектің қан кетуін азайтады және тіс ауруын басады. Артық салмақтан тиімді құтылуға мүмкіндік береді. Іштегі микробтарды өлтіреді және туберкулез таяқшаларымен күреседі. Қырыққабат балаларға өте пайдалы өнім. Ми жұмысын жақсартады, шаршауды басады. Кез келген жөтелге қырыққабат шырынын күніне 3 рет ішу керек. Оны ішер алдында оны қыздырып, аздап бал қосып 4-5 күн ішу керек. Иммундық жүйені нығайту үшін күнделікті 100-150 грамм ашытылған қырыққабат жеу керек. Бұл әсіресе жас балаларға қатысты. Бас ауруы және дене қызуы көтерілгенде қырыққабат жапырағынан компресс жасаса көмегі зор. Қырыққабат жапырағы әйел адамдарда көп кездесетін мастопатия ауруына да ем. Қырыққабат жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Құрамындағы витаминдер иммундық жүйені нығайтады және ұрықтың сау қалыптасуына ықпал етеді. Қырыққабаттың ерлер үшін пайдасы туралы айтқанда, ашытылған қырыққабат туралы айтпау мүмкін емес. Ашытылған қырыққабат иммундық жүйені нығайтып, стреске төзімділікті арттырады. Сонымен қатар ол қанның сапасын жақсартып, холестеринді төмендетеді. Қырыққабатты үнемі тұтынатын ер адамдар ұзақ жылдар бойы жігерлі болып, қартайғанша өмірге деген құлшынысын жоғалтпайды. Іс жүзінде ешқандай қарсы көрсетілімі жоқ қырыққабат адам ағзасы үшін өте құнды өнім болып табылады. Сары ауру мен көкбауыр ауруларына да қырыққабат сөлінің пайдасы өте көп. Қырыққабат шырынын күніне 100 граммнан 3 рет ішіп тұрсаңыз, денсаулыққа пайдасы көп. Егер канал ұнаса, тіркеліп лайк басып қолдап қойсаңыздар.